Кайырлы күн, кымбаттуу устаздар, мен курметтүү окуучулар жана кадырметтүү конактар. Окуучуларды улчаңдуулукка тарбиялоо максатында 10 сыныптар арасында өткөзүлүп отырган билимдүүлөр байгеси аттуу сайыска кош келдиңиздер. Өткенди билмей келечекти билүү мүмкүн эмес. Мурункунун фаркын билгенде гана бүгүнкүнүн фаркын угады деген. Бул не, байге және тарсия адысы. Бірінші кезеңimiz сан ғасырлық сахмыра деп аталады. Яғни бұл кезеңде оқушыларға салт дәстүрге байланысты көрініс көрсету берілген болатын. Олай болса, оқушыларымызды қарсы алайық. Бірінші 10-шы асыныбы. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ал осы бізге жаңадан дүниеге келген Сырым батыр келді, дүниеге келді. Ал біздің отбасыда ай десе аузы бар, күн десе көзі бар. Сол сымбатты Бағдат қызымыз дүниеге келді. Ал ондай болса, қазақ салт дәстүріне байланысты екеуін атастырып қояйық. Я әрине, байеке, сіздей адамға мен үшін құда болған не деген құрмет. Ал жақсы ондай болса, екеуміз 100 жасап құда болайық. Ал сізді бұрын аз жол болсын, бұрын ала жүрген аттамасын. Сәлем Балқаш, мен сені көргеніме өте қуаныштымын. Жүріп қайтайық. Балқаш, сені оңашаң неге бола ма? Балқаш, біз ата-анамызға соған жоқ па? Ал сен болса, менімен сөйлесудің орнына Сырым батырмен сөйлесіп жүрсің. Жоқ, менің саған деген сөздерім жоқ. Мен Сырымды жақсы көремін. Мен Сырымға тұрмыс ашқым келеді. Жоқ қызым, бұл не деген сөздер? Анасы, қызымен сөйлесші. Kızım ne yapacaksın sen? Balkaş kaşık kendi. Kazidin, Aburaydın Balkadişa, Buralan bilin ezik, O şirkin dal kadişa. Sipsin var, sadağa, Buralan bilin ezik, Sil kadişa. Бізге бірге болуға рұқсат етіңіз. Иә, мен рұқсатымды беремін. Шайың дайын болды ма? Олар жолдан келе жатыр. Иә, бәрі дайын. Олар жолдан кетіп қалу керек қазір. Апа, біз келдік. Қызым, қалайсың? Жолдан шаршап келдіңдер ме? Аман бол. Отырыңдар. Қалай жеттіңдер? Жақсы.
ешкімді. Қалдарың қалай? Не жаңалық керек? Жақсы, бізде қалада жаңалық жоқ. Және апа қараңыз, мен жаңа киім алдым. Бәрекелді, әдейі екен. Апасы байғазыңызды бермейсіз бе? Байғазы ретінде мынау алдында білесің дейін. Апа, байғазы деген не? Байғазы деген ол үлкеннің кішіге деген жаңа киім, жаңа затына беретін сыйлығы. Ал енді мен сендерге бата берейін, қолдарыңыз жайында. Алсаң бата берейін, үстем болсын берейін. Ақ тілекпен қол жайсаң, ақ тілекпен төгейін. Дастархандарың мол болсын, денсаулықтарың зор болсын. Қайда жүрсең алдыңда жарқыраған жол болсын. Әумин. Сыныбы болған, бірақ белгілі бір мәселелерге байланысты көрініс дайындалмапты. Жақсы, осымен бірінші кезеңіміз аяқталды. Келесі кезең мақал сөздің мәйегі деп аталады. Яғни берілген белгілі бір ұяшықты таңдау арқылы, сұрақ арқылы мақал мәтелмен жауап берулері қажет. Ал сонымен бірінші 10-шы А сыныбынан бастасақ, 1-нен 5-ші ұяшыққа дейінгі сандардың біреуін таңдасаңыздар. Үшінші ұяшық. Инемен құдық қазуға бола ма? Осы сұраққа сіздер мақалмен жауап берулер. Инемен құдық қазу. Жақсы. Білгенің қанша, білмегенің қанша? Дайынсыздар ма? Жауап бар. Сыныбы жауап бар. Жоқ болса? 10-шы бар. 10-шы бар. Білгенің 9, білмеген 99. Өте дұрыс, рахмет. Қай ұяшықта? 10-шы. Кімнен кім жаман? Ұяшық. Адамның қай мүшесі қорқақ, қай мүшесі батыр? Өте керемет. Рахмет, тамаша. Келесі топ. 10-шы. 8-ші ұяшық. Жыланды іннен қалай шығарамыз? Жыланға жақсы сөйлесең іннен шығады. Жылан өте керемет. Тамаша, келесі. 11. Аппақ қарға бола ма? Абай, қарға баласын аппағым дейді. Иә. Тамаша. Келесі. 4-ші ұяшық. Ер қарғу неше? Жоқ, бір ғана мақалмен жауап. Иә, жауап бар. Өте Дұрыс, керемет. тамаша. Келесі. 6-шы ұяшық. Көрдім, көрмедім деген неше сөз? Сонымен жауап бар ма? Күрттен көлік құрала ма? Ой, Оныншы
Көпірсе көл дұрыс. Және 10-шы ада екінші сұрақ. Қар жана ма? 10-шы сыныбы жауап бар ма? Я не. Қазір. Я. 10 б көтерді. 10-а жауап бар ма? Жауап жоқ. 10-шы б? Дұрыс. Қалауын тапса қар жанады. Баланың тілі ең тәтті. Жоқ. Келеді, бірақ Баланың тілі бал. жауаптарыңыз келді, бірақ соны кішкене мақал түрінде толығырақ жауап берсеңіздер. Өте Өте жақсы. керемет. Рахмет. Санды жақсы. Бұл қай кезде қолданылады? Қандай зат? Қай жерде? Керек санды еміш кезексе материалдық мәдениетке жатады, яғни адамның ұстап не болмаса көріп алатын заты. Ең басында бұл біздің көшпелі қазақ халқының киіз үйінде, яғни қазақ халқының үйлерінде киіз үйде орын алып тұратын, яғни ол жерде бағалы заттар, ал сандықтың үстіне көрпешелер төселіп тұратын, және де ол төрден кішкене сол жаққа қарай орналасатын. Себебі біздің білуімізше төрдің оң жағы еркек ер адамдарға арналған болса, оң жағы ер адамдарға, сол жағы әйел адамдарға. Тамаша. Келесі. Сразу үшеуіне де жауап бермайды ма? Иә, алдымен 3-тен беріледі. Үшеу. Жалпы 9 сурет қой. Иә, уық. Бұл қай жерде қолданылады? Дұрыс, жауаптары уық. Дұрыс. Енді уық дегеніміз қай жерде қолданылады? Жаңа айтып кеткендей, бұндағы екінші суретте көшпелі қазақ халқында қолданылған заттар, яғни уық киіз үйдің бір бөлшегі ретінде оны қарастыра аламыз. Яғни уық арқылы киіз үй белгілі бір былайша айтқанда пішінін құрайды. Өте жақсы, тамаша. Рахмет. Дұрыс. Келесі. Жоқ, үшеуі Яғни абай жақсы, тыңдайық, 10-шы сыныбы. Жауап бар ма? бұл ұшық, Ұршық, иә. Қай жерде қолданылады? сонымен қатар ұршықты бұрынғы кездегі ата әжелер, яғни әжелер сол ұршық арқылы жүкті ерген, бірақ қазіргі кезде бұл дәстүр деп айтсақ та болады, жоғалып бара жатыр. Ал негізінен бұны бұрынғы заманда жүкті еру үшін қолданған. Иә, жасасаға. Тамаша. 10-шы сыныбы. Иә. Ол тұрсық, ол азаматтың осындай ою несімен нақышталған, яғни ұзақ жолға шыққанда немесе солай үйде болған кезде ішіне сусын да құю үшін қамаз немесе шұбат сондай ұлттық сусындарын құйып өзінің шөлін қандыру үшін қолданған ыдыс. Рахмет, жауаптарыңыз дұрыс. Келесі сурет. Ал. Өте ертеректе қолданған. Дұрыс, үрмелі аспап. Өздері жауап берді. 10-шы. Бірақ үрмелі аспап екен таптыңыздар. Ешкі терісінен жасалады. Жауап жоқ па? Төсектің қаңқасы болып саналады, бұған көрпешелер төселіп, адамның жанын Нақты айталық. ағаш төсектің қаңқасы асты жағы. Бұған түрлі көрпешелер салынып, адамның жатын орны. Жақсы, бірақ нақты атауы жүк аяқ деп аталады, иә, естеріңізде болсын. Жақсы, тамаша. Келесі бізде 10-шы Б сыныбына.
тұрған ыдыс аяқтай көріп пе әлде жоқ, осы астындағы. Дұрыс, күбі қай кезде қолданылады, не үшін Оны қолданылады? қымызды пісетін кезде қолданылады. Тамаша, рахмет жауаптарыңызға. Және соңғысы. Асатаяқ. Жоқ? Көңіл шай дегеніміз не? Жақсы, көңіл шай дегеніміз не? Шыны керек көңіл шай дегеніміз ол адам қайтыс болғаннан кейін сол көңіл айтып сол адамдардың яғни шай беріп былайша айтқанда жұбату деп те атасақ болады, яғни өлген адамның отбасына жұбату шай беру деп айтсақ та болады. Соны біз көңіл шай деп те екінші атаумен атасақ та болады. Жақсы, келесі 10-шы айтылды. Бір минут уақыт ойлады ба? Атты байненің алдында тексеру. Ойбай, кешіріңдер. Ат тергеу деген мысалы ат қойған кезде адамға соны ойласып Кішкене жауаптарыңыз жаңадан келеді. келген келінге жаңадан түскен келін өзінің үй ішіндегі қайын інілеріне, қайын сіңлілеріне ат береді. Яғни келін өзінің күйеуінің бауырларына өздерінің атымен атамаған. Мәселен, қайын сіңлісін ерке қыз деген секілді ат қойған. Соны біз қазақта ат тергеу деп атаймыз. Өте жақсы, рахмет. 10-шы басындағы жауабыңыз. Жылу жинау ол бір кісіде бір қайғылы оқиға болып қалғанда оған бүкіл ауылмен көмек беру. Дұрыс, рахмет. 10-шы сыныбы. күйеу аяқ деген не? Күйеу аяқ дегеніміз не? Сонымен жауап бар ма? Күйеу аяқ дегеніміз, яғни ұзату той кезінде күйеу жігіт сол қыздың үйіне барған кезде оның жиендері, яғни сол қыздың балдыздары сол күйеу баланың аяқ киімін тығып қояды да, кейін сол аяқ киімге айырбастайтын кәде сұрайды. Жақсы, тамаша. Бір минут уақыт. Короче, қарамай салып, баланы деген әкесі мен анасы өзінің тұңғышын ата-әжесіне тұңғыштары деген секілді алғашқы немерелерін ата-әжесіне берген, соны бауырына Тәрбиелеуге берген, иә. Дұрыс. Сүт ақы дегеніміз не? Сүт ақы дегеніміз жаңадан келін болып түскен әйел адамға, яғни баласы туылғаннан кейін сол баласына былайша айтқанда яғни үйлену той кезінде анасына былайша айтқанда жаңа түскен келінге берілетін ақы, яғни ол сүт ақы деп аталады, себебі ол келін кейінгі кезде баласы болғаннан кейін сол балаға беретін үшін үйленгенде қалмал сияқты мысалы сүт ақы дейтін болады, ол яғни анасының сүтін ақтау үшін берілетін ақша немесе алтын. Тамаша. Көңіл шай деген не? Көңіл шай. Сыңсу. Қыз баласы өз үйіне ұзатылып бара жатқанда екі жеңгесі екі жағынан шығып, қызды болашақ үйіне шығарып салуда, қызды сыңсу айтып шығарып салады. Қазіргі таңда жеңгелер айтып жатады, ал бұрынғы таңда қыз өзінің
үйінен шығып бара жатқан кезде өзі ата аналарына жақын туыстарына арнап сыңсу айтқан болатын. Қорықтық құю деген не? Қорықтық дегенде мәселен бір адам қатты шошып қалса, соған қорғасын құяды. Ол басына әжеміз ұстап тұрады да, егер, например, мәселен сіз қорып қалған болсаңыз, әжеңіз келіп ыстық қорғасынды құяттағы ол қатты шыжғырады. Сол кезде қорыққаның кетеді деген секілді наным сенім болған. Ал жаңағы қорғасында, ыдыста қорғасынан шыққан бір бейне шыққан деген деседі. Барлық бөлім бойынша 47 ұпай жинаған 10-шы Б сыныбы 2-ші орынмен марапатталады. Барлық ұпай саны 56 балл жинаған 10-шы А сыныбы 1-ші орынмен марапатталады. Жалпы 70 балл жоғары ұпай жинаған 10-шы А сыныбы бас жүлде. Біздің сондай көңіл күйімізді көтеріп тастады. Бұдан да әрі тереңдетіп салт дәстүрімізді, сарқылмайтын ұлттық құндылығымызды әрі қарай толық меңгеріп алсаңдар, ол өзіміз үшін біз қуанатын едік. Және нағыз ұлттық құндылықтарымызды, салт дәстүрімізді әрі қарай жалғастыратын мінекей ұрпағымыз сіздерсіздер.